Барлықтарыңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сізде кухнямда, асханамда өзімнің жазып тұрған себебім, бүгін сіздермен мен лимонадтың рецептімен бөлісемін. Бұл лимонадты мен қонақтар келсе де, жалпы балаларыма күнделікті қазір ыстықта ішу үшін жасап жүрмін. Сондықтан бұл рецепті өте оңай, тез жасалатын лимонад. Егер сіздерге осы рецепт қызық болса, менімен бірге қалыңыздар. Және де, егер сіздерге рецепт ұнаса, әрине комментарийда өз ойларыңызды бөлісіңіздер, лайк қойыңыздар және мен каналыма жазылыңыздар. Ал кеттік. Керекті заттар: апельсин, лимон, қант 100 грамм және де 1 литр суға. Әрине мұз керек. Және де 1 литр суға егер есептеп қойдым, егер 2-3 литрлеп жасайтын болсаңыздар, әрине бұдан осыдан өзіңіз есептеп аласыз. Бұл 1 литр суға жасалады. Үстінен қант қосамыз. Қантты 100 грамм 1 литрге. Әрине қантты ұнатпайтын болсаңыздар аз қосасыз, ұнататын болсаңыздар бұдан көп қосасыз. Өзіңізге байланысты ғой. Және де ертеміз қантты. Және де апельсиннің қабығы керек бізге, жарты қабығы, цидрасы дейді. Лимонның бүкіл қабығы керек, 1 лимонның қабығы. Теркадан өткіземіз жақсылап. Ана ақтары кетіп қалмасын, ақтары кетіп қалса лимонадымыз қышқыл болып кетеді. Тек қана қабығы. Және де жақсылап ішінен аламыз теркадан. Және де апельсиннің жарты қабығы керек, тек қана қабығы. Қайталап айтайын, ішіндегі ағы кетіп қалмасын. Және де біз бұны жасағаннан кейін тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Бұны үстінен 1 лимонның соғы керек. 1 лимонның соғын жақсылап қысасыздар. Ішінде сүйегі кете берсін. Және де жарты апельсиннің соғы керек. Бұны тоңазытқышқа қоясыздар. 2-3 сағатқа қоясыздар. Араластырамыз да тоңазытқыштан алдым. Енді жаңағы сүйектері, қабықтар кетіп қалмасын, ситадан өткізіп аламыз. Керемет иісін айтсаңызшы. Сіздерге әрине білінбейді, ол сап-сары болды. Лимонадымыз дайын. Тек қана әрлеу ғана қалды. Жаңағы апельсиндердің бөліктерін, лимонның бөліктерін салып қойыңыздар, егер қонақтарға беретін болсаңыздар. Және де мұзда міндетті түрде салыңыздар, өйткені мұздай болып әдемі болады. Әрине балаларға беретін болсаңыз мұз бермейсіздер. Және де біздің стакандарға құйғанды көрсетейін сіздерге. Керемет, иіс деген керемет. Және де әрлеп апельсинмен, лимонмен әрлеп қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, міндетті. 1 рет болса да, сосын сіздің ең жақсы көретін сусыңыз болады. Сау болыңыздар.